Қайырлы күн достар. ИП-ның упрощенкада қалу үшін арнайы өтініш қалдыру керек. Және сол туралы бүгін көрсетпекшімін. Ол үшін knaep.kgdgov.kz сайтына кіріп аламыз. Және ең бірінші бетінде подать документы деген бөлімге кіреміз. Және мына жерге поиск документов деген поискқа уведомление деп жазсаңыз, бірінші уведомление о применяемый режим налогоплатежей и мына жерде подать деп. Және осы жерде бірінші на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации дегенді белгілейміз. Егер басқа христианскийді алғыңыз келсе, осыны таңдайсыз. Бізге упрощенный да керек, и добровольное принятие решения дегенді басамыз, и далее басамыз. Және екеуіне де галочка қоямыз: жауапкершілік, салық төлеушінің жауапкершілігі. И мына жерде сіздің угодыңыз шығып тұрады. Шықпаса өзіңіз отметка жасайсыз және сформировать дейсіз.